Сәлеметсіңдер ме, 2-ші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мынау қалың кітап». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – это толстая книга. Балалар, сөйлемдерді оқып аударайық. Ребята, давайте прочитаем и переведем предложение. Менің сөмкемде қалам, қарындаш, кітап, ұштағыш, қаламсауыт бар. В моей сумке есть ручка, карандаш, книга, точилка и пенал. Сашаның сөмкесінде өшіргіш, ұштағыш, қаламсауыт, дәптер бар. В сумке Саши есть пластик, точилка, пенал и тетрадь. Ал енді балалар, сурет бойынша сұраққа жауап берейік. А теперь ответим на вопрос по картинкам. Вопрос у нас «Мынау не?» Что это? Это книга. Бұл кітап. Мынау не? Бұл дәптер. Мынау не? Что это? Это пенал. Пенал на казахском. Қаламсауыт. Бұл қаламсауыт. Мынау не? Бұл ұштағыш. Мынау не? Бұл өшіргіш. Мынау не? Бұл сөмке. Мынау не? Бұл қарындаш. Мынау не? Бұл қалам. Ал енді балалар, келесі сұраққа жауап берейік. Мынау қандай кітап? Это какая книга? Это толстая книга. Бұл қалың кітап. Мынау қандай дәптер? Это какая тетрадь? Это тонкая тетрадь. Бұл жұқа дәптер. Мынау қандай қалам? Эта ручка какая? Она красная. Бұл қызыл қалам. Мынау қандай қарындаш? Это карандаш какой? Карандаш у нас зеленый. Бұл жасыл қарындаш. Ал енді сурет бойынша сұраққа жауап берейік. Сенің сөмкеңде не бар? Что есть в твоей сумке? По картинке у нас книга, тетрадь, пенал, точилка, стерка, карандаш и ручки. Значит, мы отвечаем, что в моей сумке есть эти вот учебные принадлежности. Менің сөмкемде кітап, дәптер, қаламсауыт, ұштағыш, өшіргіш, қарындаш, қалам бар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.